Махаббат ертегісі. Барлығы Махирдің туған күнінде жиналып кафеге келеді. Барлығы сыйлықтарын беріп жатқан кезде, біз де сыйлығымызды берейік деп атасы береді. Не керегі бар еді ата деп айтады. Бұл біздің де сенің де бірге аттап отырған алғашқы туған күнің. Аздап ерекше болсын дедім, Урфадан алдырттым. Шынымен бе? Ішінен исот шығып кетпесін, абайлаңыз деп айтады Ферман. Шықса да ең жақсысы шығар, бұл маған анамнан қалған аманат еді дейді. Олар алғашқы ер баласы болғаным үшін маған берген, ал мен оны енді алғашқы ұлымның баласына беріп отырмын, саған табыстап отырмын дейді. Бәлкім бір күні сен де өз ұлыңа берерсің дейді. Рахмет ата, не шықса да қалай болса да сіз берген дүниені мен мақтанышпен алып жүремін, киемін, елге көрсетемін дейді. Сол кезде Махир қораптан шыққан кезде, бұл не ата дейді. Әке, ол қалайша анадан қалған аманат деп айтады. Барлығы таңғалып қалады. Сол кезде Ферман деп артына қарай бұрылғанда Хуршед пен Гүлизарды көріп қалады. Әкесі орнынан тұрып, Хуршед пен Гүлизар жаққа қарай барады. Сендер не істеп жүрсіңдер? Қолыңдағы жүзік, ол не деп сұрайды. Сол кезде Хуршед, біз үйленеміз деп айтады. Барлығы таңғалып қалады. Барлығы сол жерде ұрыс шығарып, үйлеріне кетіп қалады. Хуршед үйіне келген кезде, балам қайдасың сен? Басымызға бір бәле таптың, заң еріп сені іздеп жатырмыз. Неге мына телефонды көтермейсің дейді. Апа, бісміллә, жаңа ғана келдім ғой. Қандай бәле, не болды деп сұрайды. Сәлімнің бәлесі, әлгі сайтан басымызда жүр. Сәлім бе, ол жынды ма? Оның бұл жерде не шаруасы бар? Балам, сен Рашидтің әкеңнің баласы екенін білдің бе? Мұны саған Сәлім айтты ма? Неге маған айтпады? Айтсам не болар еді? Апа, не өзгерер еді сонда? Қарашы, ол баяғыда өлген, қоя сал деп айтады. Қайғырма, уайымдама. Ол өлді, бірақ сайтан ұлын басымызға қалдырды деп айтады. Не, Рашидтің ұлы бар ма не? Махирден де сенен де әкесінің кегін алмақ. Бұл бала кім өзі? Сәлім Рашидтің ұлы екен дейді. Барлығы үйінде Гүлизарды күтіп отыр. Гүлизар кіріп келген кезде әкесі ол адаммен араларыңда не бар? Не істеп жүрсіңдер сендер дейді. Афет ханым Гүлизардың қолындағы жүзікті көріп, сен ол адамға үйленесің бе деп сұрайды. Ал Гүлизар, иә деп басын изейді. Сол кезде Афет ханым бетіне шапалақпен ұрып жібереді. Балам, мен неке қидырттым. Асаппен біз сені ешқашан өз балаларымыздан айырылған жоқпыз. Осының бәрінің өтеуі ұлымның өлтірушісіне тұрмысқа шығу ма еді деп айтады Афет ханым. Иә, дұрыс айтасыз, барлығы орынды. Сіздер маған ана, әке болдыңыздар. Апа, мен әрдайым сіздердің қалағандарыңызбен өмір сүрдім. Қызым бол дедіңіздер, қызым болдым. Сөзімізден шықпа дедіңіздер, шықпадым. Ұлыңа үйлен дедіңіздер, ағамдай көрген Ахметке тұрмысқа шықтым. Бірақ қазір мен өмірімде алғаш рет өзім болдым. Сіздердің қалағандарыңыз емес, өзім қалағанымды жасаймын дедім. Мен Хуршед Килимджимен тұрмысқа шығамын деп айтады. Жоқ, сен оған тұрмысқа шығатын болсаң, бұл үйден көзіңді құрт деп көзін қуып шығады. Келесі бөлімді көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.